Отырыстан кейінгі әңгімелер. Кеше Макстың батясын іштім ба неме? Иә да, құда деп қоймыштым ғой дейсің ба? Артынан қатынды былай ұста деп жүрем ғой. Ю, Макстың батясына ма? Иә да. Кеше Айка Мадиналар келді ма? Сәуле де келді ғой дейсің ба? Сәуле де келді ма не? Иә да. Ю, деген жоқ. Сәулеге ештеңе деген жоқсың, бірақ балдарға жаман болып қалды. Сен жыладың ғой, сен білесің ба? Қой, мен жыламаймын, мен өзім білем ғой. Ой, мынаны қарасай сен родной. Кім ана қасында жылап отқан? Алғаш дәурен ғой. Не үшін жылап отыр? Білмеймін, сен жылағанға жылап отыр ғой. Құртаң өшіріп тастаған, тарап кетіп жүрмесін. Бүгін кешке жетте сходнyak, білесің ба? Не үшін? Кеше райондағы братандар таспен ұрысың ғой, жынды ұқсап. Айтам ғой, ішіп алсам алып кетіп қалыңдаршы мені деп. Қақын алып кеткен ғой. Ақеркеге тосқаным деп вечердің соңында жабысып отқанын не родной? Я сұрастырып көрдім ғой, руым сәл басқа екен. Ең патологын айтайын ба? Кеше Макстың әжесіне барып, темекі бар ма деп мойнынан қысап жібермейсің ғой, білесің. Иә да. Сенің жынды класстастары. Аши хазере олвис. Ше сакс. Сау апай. Апа мен қалып кеттім. Қай жерден? Қораға шөпті апарды да дейтін жермен. Сиырға берді деп жазылсашы, 4 абзац өтіп кетті қой. Сосын ручкамен жазшы. Бюджеттік сабақ ет. Апай менде ол бет жоқ, жыртық. Кеше де сөйтіп айттым ғой. Енді подряд жыртып келатқан жоқ. Біз емес апай. Бүгін зауыт темекі шегетін балдар тексерем дейді. Колаға апай ашын. Бітіп қапшын. Достарым қасымда. Гайкос. Вечерге барамыз. Играй. Сейчас, короче, вот это помнишь, да? Ау, Да. Давай. ау, Выкатывается дворов, ау. вид имеет, будь здоров. Слышно далеко, кто там понять охот. Сенің жынды класстастарың. А че классқа жаңада практикант апай деген ба не? Мал сестрам ғой. Арай, на жерін сүртші. На жерін сүртші арай. На жерін сүрт арай. Немене бөліп жуынып жүрсей. Апай арай жуынып жүрсін айтыңыз. Биологиядан беретін апайдың сумкасына 5 мың теңге ұрланып, қоңырауда орнына қойып қойыңдар. Несін бұл? Апай мына жаққа түсқан жа бізге сумкасын артылған, соның ішінде ақша түсіп қалған, қалған заттар өзімен кеткен. Апай, на жеріңіз қарашы, май болып қапты. Асқар, тұрда сабақ айт. Шын мәніне... Белдіңе кіретін болды, оқсы кездес. Шын мәніне... Орын алсақ мен көрмейтін. Давай. Шутка ұрады. Кірген жоқ? Вечерде қалып кететін подругаң. Қай, не істеп жатсың? Жаңа Макс құсқан қойсын, жуып жатырмын. Что-то мен істеп тұрсың, ұқтамайсың ба? Мен ұқтайтын жер жоқ көріп екен. Түсіне. Қомыш. Мен Макс қолында жұмыстар көрдім. Қытығым бар деймін жынтыға. Мағрипа балдар машиналар дейді, апарып па? Жүрі мен 2 күнге сұранып келдім ғой үйден. Вечер бүгін ғой. Похуй, мен 2 күн бола беремін сияқты. Мадина бүгінгі туған күніңді шын жүректен құттықтаймын. Не дейміз енді мына Ерланға ертерек байға тиіп алып, әйтпесе өзім тиіп аламын. Тиіп алайын ба? Айбек, нормально арақтарың жоқ па? Су сияқты кетіп отыр ғой. Айбек, мойныма дем алмашы. На бала маған сұрақ қояды. Батылсың шоу. Батылмын. Манастың бетін сүйем. Сенің құрбың негізі қуат. Райондағы братандар. Салайкум, братан. Уалейкум. Не ставасың қолыңа? Лампы ғой, братан, тик-ток түсірейін деген. Тик-ток. Қазақстан Республикасында қызмет етем, лампыны үйге барып сындырам. Болды. Братан, қалайсың? Жүзің береші? Жоқ, братан, ол менікі емес ол. Ақ көрем әші. Подаркиге берген ғой, братан. Қалай, нормально ба? Дарынне не дарит, братан? Көтімді айырым. Құтты болсын, братан. Әдем жарасып тұр өзі. Темек тартпаймын ғой, братан. Кәлем сен? Қумаш қайда кәлем, братан. Қумаш дейсің ба? Айшы түсіні шықпай қалды? Ой, қыз баған ғой, братан кәлем. Братан, мен андай машина ала алмайсың өзіңе? Нормально? Иә. Бензин жейді ғына өз, видухасы нормально демесең ше, сор ғына машиналар. Аха. Не аласың, Жигули алса лучше. Вид ал.
күреске кішкене бар едің ғой. Кешеке бір-екі прям. Ей, мойын қылқындыр. Балдарың бәрін жинап бір охуел ұрам, одан кейін мен бір ұрасың. Давай ма? Шұқыланып қалған родной. Осы үй мына жақта балкон. Ей, Ама? жынсың ба? Отан брат. Ей, Тамақ төгіп тастаған ғой, бітеліп қалды ма? жынсың ба? Оны ішеміз деп жасадық қой. Ішпедім деп әне әлі. Телефонды берші. Мынау код қатыс қал. Жынсың ба? Че там, не алдың не? Мынау бір нәрсе кіріп кетті. Ой, бля, берші. Жынсың ба? Айырдың ғой онан. Ішін көрген ғой не бар деп. Не дәрі? Андай екі қабат әйелдер ішетін ба, сондай дәрі ғой. Екеуін ішіп қойдым. Жынсың ба сен? Витамин екеуінде қалдым. Киіп көрсем бола ма? Кей. Рахмет. Не істедің анан? Тез ұтылып қалды. Проблемдан жиын үріндеп алдым да қайттан орнына сала алмай қалдым. Қуасың ба бұл? Орында тұрса да үрленеді ғой. Ей! Қала бала. Ассалаумағалейкум аға. Жақсысың ба? Ойбай аға. Жақсы аға, өзіңіз қалайсыз аға? Жылқы деп айтатын бар ма? Бар ғой, ойбай аға. Қолым ауырып кетті. Көрсетсе. Аға сізге көкпардың жылқылары керек қой, а? Ей, біліп тұрсың ғой, аузынан тибетін жылқы керек болып тұр ғой. Болды ғой, аға, как раз біз Дубайдан арабский жылқылар әкеп жатырық та, кәлен шегіп отырған яқта. Қойшы. Бірақ ондай не аласың оларды? Дықалкілер өшіп қалды. Болмаса бізде Австралиядан алып келген жылқылар бар. Мұндай жерлерінде қалталар бар. Кенгурусі. Жүрсе көрсет. Көрсет, дерзкі жылқылар бар да. Жүгеніне ұстайсыз. Пошканамер. Кете бересіз. Қалтаңызда телефон бар ма? Осы жылқынан сан, екі көкпарды болып сырттары кішкене сырылып қалды да. Ана жерде Талғат деген бала полирок көріп береді. Егер сен маған мінген екен жалғыз өзіммен өзім әңгіме айтамын деп жатырмын. Мына сөйлейді ғой, білесің бе? Қумашы. Мына сөйлейді. Мен ал. Әне! Қойш. Көрініп те. Мен асай. Әне! Ойбай. Кәп? Мен алқай. Жет атасын жаттаған сақтаған